Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар, аман есенсіздер ме? Достар, енді бүгін сіздерге әдеттегідей футбол ақпараттарын жеткіземіз. Ал сіздер болса біздің арнамызға тіркеліп әрине лайк басып қолдауды ұмытпаңыздар. Ал біз болса әдеттегідей жаңалықтарымызды бастайық. Мадридтік Реал Ла Лиганың осы маусымдағы соңғы кездесуін өткізді. Бұл матчта олар Реал Сосьедад командасын сенімді түрде жеңді. Жеңіс оңай келді, бірақ турнирлік жағынан ешқандай маңызы болған жоқ. Ел чемпионы енді Испания чемпионы Барселона. Кешегі ойында олар жоғарыда төменде шыға алмайтын еді. Кешегі ойын жай ғана жолдастық кездесу сияқты болды. Алайда турнирлік мотивацияның болмауы бұл ойынды қызықсыз етпеді. Керісінше бұл кездесу бірден бірнеше маңызды сәтпен есте қалды. Алдымен басты қаһарманнан бастайық. Килиан Мбаппе өзінің әлемнің үздік футболшыларының бірі екенін тағы да дәлелдеді. Француз бұл ойында дубль жасап Ла Лигада маусымдағы голдар санын 31-ге жеткізді. Бұл оған голдарлар жарысында 62 ұпай жинауға мүмкіндік беріп, Виктор Гиокересті артқа тастады. Алтын бутса жарысыны жеңіп алды десек болар. Мохамед Салах бүгінгі ойында енді тең ойнап қалды. Кристал Пэласпен соның арқасында алтын бутсаны жеңе алмай қалды. Килиан Мбаппені мойындауымыз керек, енді өте мықты шабуылшы. Осы Реал Мадридтағы дебюттік маусым болса да, Чемпиондар лигасын жеңбесе де, Ла Лигада да жолы болмаса да, және қарсыластары Барсаға мүмкіндік беріп қойса да, бәрібір алтын бутсаны өзінің қоржынына салып алды. Сонымен қатар Килиан Лионель Мессиден кейінгі бір маусымда 30 голдан артық соққан алғашқы ойыншы атанды. Бұл оның Ла Лигадағы алғашқы маусымы екенін ескерсек, ерекше жетістік. Бірақ бұл кеш тек Мбаппенің ғана емес, бұл түн клуб тарихындағы 3 маңызды тұлғамен қоштасу кеші болды. Лукас Васкес, Лука Модрич пен Карло Анчелотти. Бұл үшеуі де Мадридпен қоштасты. Васкес пен Анчелотти клубтан бірден кетеді. Ал Модрич соңғы матчтарын клубтық әлем чемпионатында өткізеді. Мүмкін дәл сол жерде Реал жейдесіндегі соңғы трофейін капитан әрі аңыз ойыншы ретінде басынан асырып көтеретін шығар. Жанкүйерлер Папа Карлоны құрметтеп, оның суреттерін шығартты. Міне Модрич екеуін кешегі ойында біраз көз жасаулар төгілді. Флорентино Перестің өзінен көз жасы ағып кетті. Модричті қимады ма, Папа Карлоны қимадық па білмедік. Кеше енді Папа Карло мен Модричтің көзіне жас келгені айқын байқалды. Және Модричтарда бір жылап алғаны барды енді. Енді Модричқа сәттілік тілеп қаламыз. Ол аңыз легенда ойыншы. Мадридтік Атлетико өздерінің қатарларына бір жақсы керемет топ ойыншыларды қосып, команданы күшейткісі келіп жатыр. Енді олардың ішіне біраз претендиктер бар. Бұқаралық ақпаратқа сенетін болсақ, Атлетикоға ауысы мүмкін деп жатқан әрине Дарвин Нуньес. Бұл трансфер қағаз жүзінде барлық тарап үшін тиімді болып көрінеді. Командаға таза 9-дық шабуылшы керек. Антуан Гризман деген ойыншы бар. Антуан Гризман осы маусымнан кейін командадан кетеді. Оның орнын Дарвин Нуньеспен бекітіп тастағысы келеді. Дарвин Нуньес енді Антуан Гризман сияқты ойынды жүргізе алмайды. Хотя бы енді бір голдарды салып беретін шығар, қисық теппей. Уругвайлық шабуылшы бірақ Бенфикада керемет өнер көрсеткен. Сол себепті Атлетикоға келуі оның карьерасын қалпына келтіру үшін жайлы орта деп жатыр. Ливерпуль болса трансферден белгілі бір қаржы табар еді. Тіпті бұл сома сатып алу бағасынан төмен болса да. Бұдан бөлек мадридтіктер ағылшын футболындағы тағы бір даулы тұлғаны назарда ұстап отыр. Бұл әрине Манчестер Сити тарихындағы қымбат трансфер Джек Грилиш. Джек Грилишті өздерінің қатарларына қосып алғысы келеді. Атлетико Мадрид клубы енді Атлетикоға барса да болатын шығар Джек Грилиш. Негізінде Манчестер Ситиде ашылмаған Грилиш Атлетикоға барса ашылып кету әбден мүмкін. Соңғы кездерде ішіп кетті, қуып кетті, бірдеңе болды. Негізі құрамнан да шықпай кетті. Енді Атлетикоға баратын болса, қысым аз болады және Гвардиоласыз негізі құрамда өнер көрсете алады деген ойдамыз. Манчестер Сити тарапынан кедергі болмайды. Олар да Грилишті сатқысы келеді. Оның үстіне ағылшын және испан клубтарының басшылығы арасында жақсы қарым-қатынас орнаған. Бұл келіссөздер оң әсер беруі мүмкін. Алайда бұл мадридтіктердің трансферлік жоспарының жалғыз бөлігі емес. Жақында ғана Атлетико өз тізіміне Челсидің жартылай қорғаушысы Энсо Фернандесті қосты. Бұған дейін негізгі үміткері Реал Мадридтік атанған болатын. Бірақ 100 миллион евро беруге дайын Атлетико Мадрид клубы. Енді Атлетикода көп ақша құрта бермейтін клуб енді Энсо Фернандесті өздерінің қатарларына қосып алатын болса, күшейетіні анық.
Ең қымбат трансфер ретінде Джоу Феликс болған еді. Джоу Феликс үмітті ақтай алмады. Енді осы ойыншыны алатын болса, Энсо Фернандесті команда күшейеді деген ойдамыз. Энсо Фернандес негізінде өте мықты тірек жартылай қорғаушылардың бірі. Атлетико баратын болса, одан да мықты болуы әбден мүмкін. Атлетикода аргентиналық ойыншылар көп. Мысалға, Нуэль Малино, Родриго де Пауль, Анхер Коррея және Хулиан Алварес та бар. Осы ойыншылармен Энсо Фернандес бірге әлем чемпионаты және 2 Америка кубогын ұтып алған. Бұл да оның шешіміне ықпал етуі әбден мүмкін. Тіпті Энсо болмаса да Атлетиконың ортаңғы алаңды күшейтуге кандидаттар жеткілікті. Олардың қатарына Арсеналдан Томас Парти, Интерден Давид Франтези және Тоттенхэмнен Родриго Бентанкур бар. Қосымша бірнеше нұсқаларда бар. Атлетико осы жазда ойыншысыз қалмайтыны анық. Хаби Алонсо Лука Модричтің орнын басатын адам тапты. Қазіргі уақытта команданың креативті жартылай қорғаушыларына қатысты жағдай жақсы деп айту қиын. Өткен жазда Тони Кросс карьерасын аяқтады. Реал басшылығы негізгі ойыншысының орнына жаңа ойыншы алу аса маңызды емес деп шешті. Ал шабуылшыны алу қажет іс деп санамады. Командада шабуылшылар онсыз да көп болды. Және Килиан Мбаппе жетеді. Килиан Мбаппе 9-лықтың рөлін атқаралады деп Хаселу және Бенземенің орнына ешқандай ойыншы алмады. Биыл жазда Лука Модрич командамен қоштасты. Хорват ойыншы Сантьяго Бернабеудағы соңғы матчын өткізіп те үлгерді. Қазір Реалдың құрамында ойынды басқару міндетін атқара алатын жалғыз ойыншы бұл Дани Себальос. Дани Себальос қана не деген мұны тағы бір нұсқа Джуд Беллингем, бірақ ағылшын ойыншысы шабуылға көбірек бейім. Оған тіпті шабуылшының функциялары көбірек жарасады. Топты бақылау мен ұстау оған жараспайтын сияқты. Яғни осы жазда командаға Лука Модрич пен Кросс секілді ойын үлгісіне ие жартылай қорғаушылар ауадай қажет. Белгілі болғандай, Реалдың жаңа бас бапкері Хаби Алонсо болады. Испаниялық маман орталық алаңды күшейту үшін керемет ойыншыны көздеп отыр. Бірақ бұл трансфер жүзеге асуы өте қиын болмақ. Себебі PSG-ның жартылай қорғаушысы Витинья болып отыр. Витиньяны командаға қосып алғысы келеді. Витиньяның пас беру көрсеткіштері ойынды жүргізуі өте керемет. Міне назарларыңызда өзінің позициясын жақсы ұстай алатын тірек жартылай қорғаушысы. Енді бұны португалиялық Тони Кросс десек те болатын шығар. Витинья оңайшылықпен Пари Сен-Жерменнен кетпейді. Пари Сен-Жермен Витиньяны жібермеуі де мүмкін. Осындай ойыншыны Реал Мадридқа жіберіп қоятын PSG ақымақ емес шығар. Килиан Мбаппені жіберді, енді Витиньяны жіберсе PSG-ның арты ашитын шығар. Арсенал 2024-25 маусымның Чемпиондар Лигасының жеңімпазы атанды, бірақ бұл жерде бір кішкентай нюанс бар. Бұл жеңіс әйелдер командасыға тиесілі. Жартылай финалда PSG ойын алдында Микель Артета айтқан бір сөзі есте қалды. Біз соңғы 2 маусымда Ливерпульдан көпірек ұпай жинадық, бірақ оларда титул бар, ал бізде жоқ. Бұл әділетсіздік. Артета Лондонда үлкен жүлдені көргісі келді. Міне ол орындалды. Арсеналдың әйелдер командасы Чемпиондар Лигасын жеңіп алды. Финалда швед шабуылшысы Эмма Блокнец 75 минутта гол соғып команданы Барселонаға қарсы жеңіске жеткізді. Солтүстік Лондон енді Еуропаның ең беделді кубогын атап өтуде. Бұған дейін ерлер құрамындағы мәңгілік қарсылас Тоттенхэм Еуропа лигасында финалында Манчестер Юнайтедті жеңген болатын. Енді әйелдер Арсеналы тарихта енді. Негізі бұл нәрсе Артетаның командасын жұбатпайды деп ойлаймыз. Артетаның командасы негізінде ұпай жинайтын жерде ұпай алмай, тең ойнап, ұпайларды жеңіліп, провал болып жүрді. Және чемпиондықты Ливерпуль клубына ұстатып қойды. Чемпиондар лигасындағы басты сәттері командада 2 элемент жоғына Чемпиондар лигасында басты сәттерде команда 2 маңызды элементтің жоқтығынан сүрінді. Элиталық қақпашы, сапалы шабуылшы Рая жақсы ойнады, бірақ финалға шығу үшін жақсы емес, керемет деңгей көрсету қажет еді. Ал шабуылшы жай ғана болған жоқ. Бұл клуб басшылығының стратегиялық қателігі. Жазда 2 қақпашыны қарастыруда, біріншісі Андре Лунин қиын матчтарда алып шығуға қабілетті стилі Арсеналға дәл келеді. Екінші қақпашы Джоан Гарсия тәжірибесі аздауы, бірақ Ла Лигадағы рекордтық сейфтердің иесі, Испанияның маусымдағы басты қаһарманы болды. Джоан Гарсия болмағанда Испаниялық клубы Ла Лигадан ұшып секундада жүретін бет деп ойлаймыз. Негізінде мен Испаниялдың ойындарын көргенде өте керемет болған.
Ал шабуыл шебіне келетін болсақ, басты мақсаттары Виктор Гиокереш және Александр Исак. Қазір ешқандай келіссөздер байқалып жатқан жоқ, бірақ егер Арсенал титулдарға қол жеткізгісі келсе, онда қаржылай батыл қадамдар жасау керек. Мына жақта олардың бітіспес қарсыластары осы маусымның чемпионы Ливерпуль чемпион атағын қорғау үшін трансферге үлкен ақша салуға дайын. Манчестер Сити да 1 миллиардқа дейін жұмсауға дайын чемпиондықты жеңіп алу үшін. Енді Арсенал клубы ақшаны аямай салуы керек. Сонда ғана жақсы жетістіктерге жете алуы әбден мүмкін. Раяны сатып алды. Раяда жақсы ашылып кетті. Осы сияқты бір жақсы топ ойыншы алып алатын болса, команданың болашағы жарқын болады. Достар, біздің екінші арнамызда Томас Мюллердің өмірбаяны шықты. Керемет видео, топ видео описанияны қалдырып кетемін. Бізді қолдайсыздар деген үміттеміз. Сіздің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Осы видеоны көріп болғаннан кейін 25-тен барып осы видеоны көріп, екінші арнамыздан қолдарды жіберейік. Ал достар, біздің жаңалықтарымыз осы. Енді арнамызға тіркелейік, лайк басайық және де қолдауды ұмытпаңыздар. Күнделікті футбол ақпараттарын шығарып отыратын боламыз.